армысыздар ағайын. Әр кезеңнің уақыт көшімен ұзаған сайын ұлғая түсетін талмал тұлғалар мен оқшау оқиғалар болады. Сондай керемет құндылықтардың бірі сонау 70-ші жылдар жақырап көрінген Қарагөз ансамблі еді. Олар Жезқазғанда өмірге келіп, Қарағандыда үлкен өнерге қанат қақты. 1972 жылы осы Қарағанды студиясында олардың алғашқы бейнетаспасы жазылып, алғашқы үнтаспасы өмірге келген еді. Міне, араға 35 жыл салып, сол Қарагөз осы Қарағанды Қазақстан телеарнасында өзінің жаңа концерттік бағдарламасын дайындап отыр. Бұрынғы әуенмен, жаңа құраммен. Сол кездері Қарагөздің алғашқы концерттік бағдарламасында бірінші орындалатын ән Жақсыкел Сейловтың «Ана туралы баллада» әні болатын. Біз де сол бұрынғы сабақтастықты бұзбағанды жөн көрдік. Сонымен «Ана туралы баллада». Әлесінде біледі жоқ, біледі ел басына қатер төнген жыл еді. Қимастары қан майданға ұзатып, қарсы айрылған аналардың жүрегі. Соғыс қызды қуанышын әреңін, тұрды ана күйеуінен айырылып, тұрды құшып тек қананың көрегін. Аналар осындайсың бәрінде, осындайсың жасыңдағы кәріңде. Сыйынатын ол өмірде қадірін, сыйынар ем ана деген тәңірге. Оның өтеусіз жайқалама, борыш туған небір дархан данада. Бірлік сеуіп келе жатқан дүниеге, ей адамдар жол беріңдер анаға. Сыйынатын ол өмірде
Қаракөз бен әнші сазгер Жақсыкелді Сейілов егіз ұғым. Мұның астарында шығармашылық байланыс қана емес, адами рухани үндестік жатыр. Өйткені зағип дарынның мына жарық дүние деген құштарлығы өз жүрегінің Қаракөзінде жатса керекті. Сондай іңкәрліктен туған керемет дүниелердің бірі Жақсыкелді Сейіловтің кездесу әні еді. Жүздесеміз біздейім, кәдімгі жас жігітпенен қыздайым. Махаббат боп сен тұра бер, сәулешім, адалдықтың менде жолын бұзбайым. Махаббат боп сен тұра бер, сәулешім, адалдықтың менде жолын бұзбайын. Екеумізде ыстық сезім бар болғай, жылдар бойы іздеп жүрген таба алмай, сен де қарсы күліп келе жатасың, бақытына тура тартқан адамдай. Сен де қарсы күліп келе жатасың, бақытына тура тартқан адамдай. Күлдіреміз екеулеп, нұрлы таңның бақшасына мекендеп, қоштасқанда зәрем ұшып қорқамын, енді қайтып көрмей қалам мекендеп. Қоштасқанда зәрем ұшып қорқамын, енді қайтып көрмей қалам мекендеп. Енді қайтып көрмей қалам мекендеп. Енді қайтып көрмей қалам мекендеп. Жетпісінші 80-ші жылдары Мәскеуде Кругозор атты ақпаратты сазды журнал шығып тұрды. Оның әрбір санында сол кездегі классикалық және эстрадалық дүниелерді насихаттайтын мынандай жұмсақ пленкалар күйтабақ жабысып жүретін. Кейіннен бұл үрдіс сол кездегі Совет одағында кең қанат жайды. Әлі есімізде осы Кругозор журналынан үлгі алған кейбір пысқайлар Қаракөздің әндерін осындай жұмсақ пленкаға түсіріп табыс көзіне айналдырып алды. Осылайша 70-ші жылдардың жастарының жүрегіне махаббат мұңының мұңды әлемі
жұмсақ пленкамен мәңгілікке енген еді. Сұлу жүрсе де көргім келіп күн сайын, болып саған ынтызар, бір өзіңді аңсаймын. Жасыл терек тағы да бір жарқызы бұтағын, сүйем сені сағына, тез орашы жан жарым. Жасыл терек тағы да бір жарқызы бұтағын, сүйем сені сағына, тез орашы жан жарым. Өзіңменен жолығып жүрген жерім тым ыстық, әзір бөлек болсақ та сол ғой деу тыныстық. Жасыл терек тағы да бір жарқызы бұтағын, сүйем сені сағына, тез орашы жан жарым. Жасыл терек тағы да бір жарқызы бұтағын, сүйем сені сағына, тез орашы жан жарым. Жасыл терек тағы да бір жарқызы бұтағын, сүйем сені сағына, тез орашы жан жарым. Жасыл терек тағы да бір жарқызы бұтағын, сүйем сені сағына, тез орашы жан жарым. Тез орашы жан жарым, тез орашы жан жарым. Неге солай жаратты екен адамды? Айтшы жаным, махаббатта шек бар ма? 70-ші жылдардың жастары осынау өлең жолдарын үйдің қабырғасына немесе терезенің жақтауына ойып жазған жоқ. Олар ақын Аманжол Шамкенов пен әнші сазгер Жақсыгей Сейліптің осы өлеңдерін өз жүректеріне жазды. Өйткені жүректен шыққан ән жүрекке жетуі заңдылық болатын. Білгішін осы өлеңді сыйладым, әттең сені басқа жанға қимадым. Балбыраған жас сәбидің өңіндей көз алдымда тұрар сенің дидарың. Жаратты екен адамды, айтшы жаным, махаббатта шек бар ма? Білемін мен бір ай мәлде бір апта ұмытарсың мені бір күн бір апта. Жауап іздеп жүрші сол бір сұраққа. Ойлармын мен жарым қалып жатқанда,
махаббатта шек бар ма? Неге солай жаратты екен адамды? Айтшы жаным, махаббатта шек бар ма? Қаракөздің негізін қалаушылардың бірі әнші композитор Болат Есмұқанов. Оның махаббат мұңы, нені ойладың, асылым, сағыныш тағы басқа әндері сол жылдар туған қазақтың эстрадалық өнерінен қосылған інжу маржандардың бірі. Әсіресе сағыныштың сазы әлі күнге дейін жүректерді тербейді. Адам бір жерде мен туралы ойланама түндерде, өкінеме өзін өзі кінәлап, маған қайтып жолықпасын білгенде. Барма сол жан мен білмеймін жоқ бәлде, жолығуға асығама көктемде, тілдесуге қайран ару қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде. Барма сол жан мен білмеймін жоқ бәлде, жолығуға асығама көктемде, тілдесуге қайран ару қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде. Жаздың күні барқыт еді әдемі, ашық еді бүкіл аспан әлемі, ай сәулесі түсіп тұрды жүзіңе, қабағыңда сәл көлеңке бар еді. Барма сол жан мен білмеймін жоқ бәлде, жолығуға асығама көктемде, тілдесуге қайран ару қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде. Барма сол жан мен білмеймін жоқ бәлде, жолығуға асығама көктемде, тілдесуге қайран ару қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде. Сүтке малып алып қанатын, анда-санда жұлдыз ғана ағатын, ай сәулесі арасынан теректі, екеумізді оңай тауып алатын. Барма сол жан мен білмеймін жоқ бәлде, жолығуға асығама көктемде, тілдесуге қайран ару қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде. Барма сол жан мен білмеймін жоқ бәлде, жолығуға асығама көктемде, тілдесуге қайран ару қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде, төмен қарап мен қасынан өткенде, төмен қарап мен қасынан өткенде. 70 жылдардың аяқ кезінде сол кездегі әуесқой композитор Ахмеде Есмұқановты жалпақ елге таныстырған оның атақты Тамшылар әні болатын. Әрине ол кезде қазіргідей бұқарада ақпарат құралдарының мүмкіндіктері тапшы, шектеулі болатын. Сондықтан да бар мүмкіндік Яуза немесе Комета магнитофондарының үнтаспасында еді. Сондай үнтаспалардың бірінде Ахмеде Есмұқановтың жалғыз гитараның сүйемелдеуімен айтылатын Тамшылар әні қолдан қолға көшетін. Тамшылар әні арқылы ғашықтар табысты, танысты. Ал қазақ эстрадасы тамаша бір інжу маржанмен толысты.
айтып жатты жан сырды түні менен өзің жайлы түс көріп жұмыр басқа мазасыз ой сан кірді түні менен тереземді тамшырды іздейсің сен іздеп жүрсің сабылып жанарыңнан арман оты жағылып өз жүрегің өз кеудеңе сыймастан ұйықтай алмай шықтың бәлде сағынып іздейсің сен іздеп жүрсің сабылып кірпігімнен құлап жатты тамшылар бәз біреулер бұған сірә тамшығар сен аңсаған көңілімде еріген аңсаулардың моншағы да бар шығар кірпігімнен құлап жатты тамшылар тереземді ұрмаңдаршы тамшылар көкірегім қасіреттен жаншылар сен іздедім уілдеген сәбидей ұйықтай жүріп күйіп жанып әй шыдар тереземді ұрмаңдаршы тамшылар тамшылар көкірегім қасіреттен жаншылар сен іздедім уілдеген сәбидей ұйықтай жүріп күйіп жанып әй шыдар тереземді ұрмаңдаршы тамшылар тереземді ұрмаңдаршы тамшылар тереземді ұрмаңдаршы тамшылар тереземді ұрмаңдаршы тамшылар шындығында әнші композитор Ахмет Есімхан үшін тамшылардан кейін шығармашылық нөсер басталды. Нұрлы бейне, кездесеміз, бір тамшы жас әндері сол жылдардың үлесінде. Әсіресе қаншама маусым ауысса да, қаншама уақыт өтсе де Алаугүлдің алаулы ырғағы әлі күнге дейін өз мәнін жоғалтқан жоқ. Армандаған аңсаған сағыныштан жүрегімнен әбішті Алаугүлдің көктемнің тағын ысқан жазиран ән күшті қинамашы, сыйламашы Алаугүлді басқаға қинамашы, сыйламашы Алаугүлді басқаға қинамашы, сыйламашы Алаугүлді басқаға қинамашы, сыйламашы Алаугүлді басқаға
айлықтан шапағы аппақ нұрлы күәсіндей көңілді балбыраған дидарың алау гүлім шуағындай өмірдің қинамашы сыйламашы алау гүлді басқаға 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 Қаракөздіктер бұрынғы бағдарламасына, бұрынғы танымал әуендердің қатарына бұл жолы жаңа екі туындыны ұсынып отыр. Яғни жаңа туындының аты жаңа деп аталады. Өзіңмен армандайтығым жаңбырлықтың жарық кеткен жалғандайығым 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 жаңа жарқырады жұлдызым жанды жаңа кірпік ілмей атырдым таңды жаңа кеп ағнышыр қиып өткендей күн ашылып самал жел желпіп өткендей желпіп өткендей желпіп өткендей жаңа жарқырады жұлдызым жанды жаңа кірпік ілмей атырдым таңды жаңа күнгі қайыңдай ырғалып басып мен келемін қуанып көңілім тасып көңілім тасып көңілім тасып жаңа жарқырады жұлдызым жанды жаңа кірпік ілмей атырдым таңды жаңа жарқырады жұлдызым жанды жаңа кірпік ілмей атырдым таңды жаңа
Қарағанды әні Қарағанды облысының 70 жылдығына арналған қаракөздіктердің өз тартуы. Оның сөзі ойлы, мақамы салтанатты, рухты. Кеткен алысқа, адамы жеткен ғарышқа, жәннатқа толған қойнауы, қанатта болған қанышқа. Арқаның туы Қарағанды, кенелген елі табысқа. Қарағандың дарасың, тарихқа сүңгіп барасың, Қарсақпай балқаш жезқазған, кенінен тапқан жарасын. Сарыарқа төсін жайлаған, сүйікті сұлу қаласың, сүйікті сұлу қаласың. Әлемге тарап байлығы, темір тау болған әйгілі, аңыздай елге тараған, батырың Нұркен Айбыны, ақының Сәкен ай күні, мұқарың жырдың айдыны. Едіге алашданасын, кім білмес батыр бабасын, Тоқтар мен Мұхтар жол қылған, ай менен жердің арасын. Өзіңнен ұшып самғаған, елбасы сүйген қаласың. Қарағандың дарасың, тарихқа сүңгіп барасың, Қарсақпай балқаш жезқазған, кенімен тапқан жарасын. Сарыарқа төсін жайлаған, сүйікті сұлу қаласың, сүйікті сұлу қаласың. Бағына жәрменке болған жанына, қоянды көркем жеріңмен арқаның қондың тағына. Асқақтап мәди ән салып, тәттімбет құсты сазына. Бабалар рухын төлткен, 300-дің басы біріккен, Ұлытау жердің кіндігі, көрінген жаңғар биіктен. Жаңарқа жезді Ақтоғай, тарихқа мәңгі іліккен. Қарағандың дарасың, тарихқа сүңгіп барасың, Қарсақпай балқаш жезқазған, кенімен тапқан жарасын. Сарыарқа төсін жайлаған, сүйікті сұлу қаласың, сүйікті сұлу қаласың, сүйікті сұлу қаласың, сүйікті сұлу қаласың. 35 жыл аз мерзім емес. Статистикалық деректерге сүйенсек, бұл бір адамның жарты ғұмыры. Осы мерзім ішінде заман өзгерді, талғам түрленді. Тек қана асыл дүниеге деген іңкәрлік көңіл түкпірінде жатты. Міне сол Әнші Маржанды ел игілігіне ұсынатын кезде туды. Қаракөздің бүгінгі Қазақстан Қарағанды телеарнасындағы шағын концерті сол шынайы өнерге деген іңкәрлік пен құштарлықтың жемісі. Әрине, осы мерзім ішінде Қаракөздің құрамы едәуір өзгерді. Жақаң Жақсыкел Сейілов дүниеден озды. Қойшығара Салғарин, Сәлімжан Сейілов, Серік Ырсалдин тағы да басқа азаматтар өмірден өз жолдарын тапты. Тек осы жылдар ішінде Ахмет Есмұқанов пен Болат Есмұқанов қана Қаракөздің елесімен күй кешті. Нәтижесінде сіз бен біз сонау 70 жылдардың жапсарында қалған
жастық шағымызбен сағынышқа толы әуендермен тағы бір қауыштық. Өлмес өнердің өресі осында жатса керекті.